Қаламызда Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 70 жыл толуына байланысты соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлерінің тағы бір легі марапаттарына ие болды. Ардагерлер мен оған теңестірілген тұлғаларға 9 мамыр қарсаңында әлеуметтік көмек аясында шипажайларда сауықтыруларды ұйымдастырумен бір реттік материалдық көмек көрсетілетін болады. Сонымен бірге барлығына да ұлы жеңіске 70 жыл мерейтойлық медалі төстеріне тағылады. Қазпошта акционерлік қоғамы облыстық филиалында мекемеде қызмет атқарған ардагерлерді құттықтады. Ерхан Жеңіс Сұлтановтың бастауыменен облыста өтіп жатыр. Міне сондай шаралардың бірі бүгін біздің Қазпошта акционерлік қоғамында өтуде. Бұның мәнісі осы 70 жылдыққа арналып шығарған мерекелік медальдарды біздің ардагерлерге тапсыру. Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында мерейтойлық медальға Қазпоштада қызмет атқарған 139 ардагерді ие болмақ. Сонымен қоса кездесу барысында ардагерлерге көмек тетігі бар ұялы телефондар сыйға тартылды. Аға буын өкілдері болса өз кезегінде шынайы ықылас пен ілтипаттарына алғыс білдіріп, ешқашан ұмытылмайтындықтарына ризашылығын жеткізді. Бұл кісілер жоқта елдің жұмысының барлығын бала-шаға, әйелдер, қарт ата-әжелер атқарды. Солармен бірге ерте есейіп, бала босатта колхозда шамамыздан келген жұмыстың бәрін атқардық. Өгіз айтадық, жер жыртуға, бидай себуге, егін оруға, шөп шабуға, елдің қысқы дайындығы үшін мектепке отын дайындауға, жазда малдың қамын ойлап, жем-азық дайындауға, соның барлығына біз қатыстық. Жалпы облыс бойынша жеңіс күні қарсаңында 7000 адамға әлеуметтік көмек көрсетіледі деп күтілуде. Ол үшін бюджеттен арнайы 238 миллион теңге қаражат бөлініпті.